Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Бүгін біз климакстың алғашқы, көп байқала бермейтін белгілері туралы сөйлесеміз. Көп әйел адам сол белгілерге мән бермейді. Әйелдерде менопауза бәрінде бірдей басталмайды. Оның басталар алдында кішкентай, байқалмайтын белгілер болады. Мысалы, етеккір бұрынғыдай емес, бірде ұзақ, бірде қысқа келеді. Қан аз келетін болды, цикл өзгеріп жүр. Көп әйел адамдар бұны стресс, ауа райы, шаршау деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл менопауза жақындап келе жатқанның алғашқы белгілері. Осы белгілерді ерте байқасаң, денсаулығыңды алдын ала реттеп алуға болады. Сонда менопауза кезеңі жеңіл өтеді. Егер сізде етеккір циклінің ұзақтығы өзгерсе, соған міндетті түрде назар аударыңыз. Қалыпты етеккір циклі 21-ден 35 күнге дейін болады. Егер сіздегі цикл осы аралықтан шығып кетсе, айына 2 рет етеккір келсе, немесе керісінше 2-3 айда 1 рет келсе, бұл қалыпты жағдай емес. Қанша уақыт бақылау керек? Егер 3 ай бойы цикл өзгеріп тұрғанын байқасаңыз, бұл дәрігерге баруға сигнал. Мұндай жағдайда гормондарға қан тапсыру керек. Ең қарапайым гормондар ЛГ мен ФСГ. Осы гормондар арқылы менопауза жақындап келе жатыр ма, соны білуге болады. Енді етеккірдің мөлшері туралы. Әдетте әр әйел өзінің қалыпты мөлшерін біледі. Орта есеппен күніне 4-5 төсеме, яғни прокладка қолдану қалыпты жағдай. Бірақ олар шектен тыс толып кетпеуі керек. Бәрі орташа болуы тиіс. Егер сіз байқасаңыз, қан бұрынғыдан көп келіп жатыр, немесе керісінше азайып кеткен. Бұл да менопауза алдындағы кезеңнің белгісі болуы мүмкін. Себебі бұл жатырдағы эндометрийге байланысты. Ол мүлде өспей жатыр, немесе өте жұқа. Немесе керісінше шамадан тыс өсіп кеткен. Бұл жерде эндометрий деп жатырдың ішкі шырышты қабатын айтады. Егер эндометрий тым өсіп кетсе, бұл циклдың екінші жартысында прогестерон гормоны жетіспейтінін білдіреді. Бұл аналық бездердің, яғни яичник жұмысын және жалпы етеккір циклінің жағдайын тексеру керек деген белгі. Сонымен қатар либидоның төмендеуі де байқалады. Көп әйелдерде ол өмір бойда төмен болуы мүмкін, бірақ менопауза алдында бұл да жиі өзгерістердің бірі болып табылады. Бұл әйелдің жыныстық конституциясына байланысты. Бірақ егер сіз бұрынғыға қарағанда етеккір циклі кезінде либидо пайда болатын кезеңдер азайып кеткенін байқасаңыз, бұған назар аудару керек. Әдетте циклдың ортасында, овуляция кезінде көп әйелдерде бұл күшейеді, және ол қалыпты жағдай. Себебі бұл кезде эстрогендер мен лютеиндеуші гормон белсенді жұмыс істейді. Сонымен қатар қынапта құрғақтық пайда болса, мұндай жағдайда етеккір цикліңізді бақылаңыз және ЛГ, ФСГ гормондарына қан тапсырып, жағдайды тексеріңіз. Енді келесі белгілер: тершеңдік, тахикардия, яғни жүрек қағуының жиілеуі. Біз әдетте ыстықта, қалың киінгенде, көлікте немесе қобалжығанда терлейміз. Бұл қалыпты. Өйткені бұл процестер біздің орталық жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Яғни гипофиз арқылы бұл дененің температураны реттеу жүйесіне байланысты. Бірақ қазір біз прилив, яғни дененің ыстық кернеп тұруы туралы айтып отырмыз. Приливті байқамай қалу мүмкін емес. Түнде ұйықтап жатып, бірде ыстықтап көрпені ашасыз. Бірде тоңып, қайта жабынасыз. Бірде терлейсіз, бірде қалтырау болады. Міне бұл климаксқа тән айқын белгілердің бірі. Ал егер сіз бұрын қыста киіп жүрген пальтоңызда, курткаңызда, немесе басқа киімдерімізде ешқашан ыстықтамайтын болсаңыз, бірақ соңғы кезде кенеттен ыстықтап кететін болсаңыз, денеңізде бір түрлі жайсыздық пайда болса, терезені ашқыңыз келсе, көлікте терезені ашуға мәжбүр болсаңыз, онда өзіңізді мұқият бақылаңыз. Осындай өзгерістер пайда болса, бұл алдағы менопаузаның белгілері болып табылады. Сонымен қатар, егер сіз тыныш отырсаңыз, қобалжымасаңыз, жүгірмесеңіз, баспалдақпен көтерілмесеңіз, ауыр зат көтермесеңіз, бірақ соған қарамастан, жүрегіңіз кенеттен қатты соғып, дірілдеп, қағып тұрғандай сезілсе, онда бұл да маңызды белгі. Бұл эстроген гормонының азаюының алғашқы дабыл белгілері. Ал енді мазасыздық, тревожность туралы. Әрине, адамдар қазір стресс, жұмыс,
түрлі жүктемелер жағдайында өмір сүріп жатыр. Бірақ егер бұрын сізді мазаламайтын нәрселер қазір қатты әсер етсе, ұсақ нәрселерге қатты ашуланатын болсаңыз, эмоцияңыз тез өзгерсе, агрессия, ашу көбейсе, бұл да маңызды белгі. Яғни, ашу ұстамалары, агрессия, көңіл-күйдің тез ауысуы байқалады. Ашуланып болғаннан кейін өзіңізді кінәлап, жылағыңыз келіп, өзіңізді ұстай алмағаныңызға қиналсаңыз, бұл да гормондық өзгерістердің белгілері болып табылады. Тағы бір белгі ойлау мен есте сақтаудың өзгеруі. Егер сіз жаңа ақпаратты қабылдау қиындағанын байқасаңыз, жұмыста бұрын тез істеген істі баяу істей бастасаңыз, компьютерде күнде қолданатын файлды таба алмай қалсаңыз, бұл да гормондардың өзгеруінен болады. Яғни, есте сақтау нашарлайды. Үйрену қабілеті төмендейді, жұмыс сапасы төмендеуі мүмкін. Бұл да менопаузаның белгілерінің бірі. Мұндай жағдайда ЛГ және ФСГ гормондарын тексеру бәрін анықтауға көмектеседі. Енді ұйқы туралы. Ұйқының бұзылуы, немесе керісінше үнемі ұйқы келу. Бұл да жиі кездеседі. Ұйқының бұзылуы көбінесе жүрек қағуымен, қатты ыстықтаумен, мазасыздықпен байланысты болады. Бірақ мұндай белгілер тек менопаузада ғана емес, паникалық шабуылдарда, созылмалы стресс кезінде, қалқанша безінің шамадан тыс жұмысында, гипертиреоз кезінде де болады. Сондықтан мұндай белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде тексеріліп, нақты себебін анықтау керек. Егер осы белгілер жүрек қағуымен, тершеңдікпен, етеккір циклінің бұзылуымен бірге жүрсе, бұл сізге уақытында тексеріліп, емді ерте бастауға көмектеседі. Енді менопауза алдындағы ұйқының бұзылуы қалай болады? Сіз кешке жақсы ұйықтайсыз, бірақ түнде бір уақытта оянып кетесіз, мысалы 3-4 шамасында. Содан кейін қайта ұйықтай алмайсыз. Таңға дейін жатып қиналасыз. Ал таңертең жұмысқа тұру керек кезде ғана ұйқы келіп, ұйқыңыз ашылмайды. Сонымен қатар, ұйқышылдық, әлсіздік, тез шаршау, бұлар да менопауза алдындағы кезеңге тән белгілер. Бұл шаршау эстроген гормонының азаюымен, андрогендердің, яғни ерлер гормондарының азаюымен, зат алмасудың баяулауымен байланысты. Яғни, ағзадағы барлық процестер баяулай бастайды. Кейде қызығы, әйелде етеккір бұзылысы да, қатты ыстықтау да болмайды. Бірақ ол былай дейді. Бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Таңертең тұрғаныммен күшім жоқ. Бұрын істеген жұмыстарымды қазір әрең істеймін. Яғни, бәрін автопилотпен істеп жүргендей болады. Жұмысқа да, үй шаруасына да күш жетпейді. Бұрын тез бітіретін істі қазір ұзақ жасайды. Бұл да менопауза алдындағы жасырын белгілер. Жұмыстан келген соң физикалық белсенділікке күш жоқ. Шаршау. Бұл да менопауза алдындағы маңызды белгі. Ол гормондық өзгерістердің сигналын береді. Мен сіздерге айқын емес белгілерді айтып өттім, ал шын мәнінде олардың саны әлде қайда көп. Мысалы, асқазан ішек жолмен байланысты белгілер, кейде кебулер, күйік сезімі, іш қату сияқты жағдайлар. Бұл да эстроген гормонының азаюымен байланысты болады. Өзіңізде осы белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде назар аударыңыз, пікір қалдырыңыз. Егер өзіңізде осындай белгілерді тапсаңыз, біз бірге талқылаймыз. Бұл эстроген жетіспеушілігіне тән симптом. Сіздерге берілген ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, каналға тіркеліп алыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.